Сәлеметсің бе, Әли? Қазір математика сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз уақыт өлшемі сағат. Суретке назар аударшы. Не көріп тұрсың? Я, дұрыс айтасың. Сағаттарды көріп тұрмыз. Мұнда әртүрлі сағаттар берілген, не? Сағаттар не үшін қажет деп ойлайсың? Әрине, сағат уақытты өлшеу үшін керек екен. Мына жерде екі түрлі сағаттар бар. Сағат тілі бар сағаттар және тілі жоқ сағаттар, яғни электрондық сағаттар. Яғни сағаттардың бірнеше түрі болады екен. Электрондық сағат және тілшесі бар сағаттар. Уақытты өлшейтін құрал сағат деп аталады. Сағаттың екі тілі бар. Сағаттық тіл қысқа және минуттық тіл ұзындау болып келеді екен. Және де сағатта шеңбердің ішіне жазылған 12-ге дейінгі сандар бар екен. Бірден бастап 12-ге дейінгі сандар жазылған екен. Яғни қай тілде тұрса, мысалы қысқа сағаттық тіл қай сағат цифрда тұрса, яғни сол уақытты көрсетіп тұр дегенді білдіреді екен. Сағаттық тіл бір сағат саннан келесі санға жылжығанша, минуттық тіл толық бір айналым жасайды. Бір сағатта 60 минут бар екен. Енді білгенімізді тапсырмаларды орындау арқылы бекітейік. Мына жерде керекті сандарды жаз дейді. 3 сағат берілген бізге. Кейбір сандар не істеп тұр? Жоқ екен. Шеңбердегі кейбір сандар түсіп қалған екен. Мысалы, бірінші сағатта 1 және 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 деген сандар түсіп қалған екен. Келесі сағатта 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 деген сандар түсіп қалған екен. Ал соңғы сағатта мүлдем ешқандай сан жазылмаған. Демек, біз бірден бастап 12-ге дейінгі сандардың барлығын тізіп жазып шығамыз. Мінекей осылай. Келесі тапсырмада сағаттың қай уақытты көрсетіп тұрғанын жаз. Мұнда 4 сағат берілген. Және әртүрлі уақыт. Енді мұқият қарасақ, бірінші сағатта кішкентай тілше қандай санда тұр? 2 деген санда тұр. Ұзын тілше 12-де тұр. Демек, 2 сағатты көрсетіп тұр. Келесі сағатта 5-ті көрсетіп тұр. Келесі сағатта дұрыс 7-ні көрсетіп тұр. Келесі сағатта 2 тілшеде 12-де тұр. Яғни сағат 12-ні көрсетіп тұр екен. Мінекей 2 сағат, 5 сағат, 7 сағат, 12 сағат. Келесі тапсырмада циферблатқа сағат тілдерінің суретін төмендегі уақытты көрсететіндей етіп сал. Біз сағат тілдерін сағат 3-ті, 6-ны, 12-ні салып көрсетуіміз керек. Мінекей былай болады екен. Сен де солай салды деп ойлаймын. Шығар. Келесі тапсырмада 3 сағат пен 2 сағатты қосып тұр. Болады қанша? Әрине 5 болады. 5 сағат. 10 сағаттан 6 сағатты азайтып тұр. Болады. Дұрыс 4 сағат. Келесіде 10 сағаттан 2 сағатты азайтамыз. Қосамыз, кешір. Болады 12 сағат.
11 сағаттан 1 сағатты азайтамыз. Болады 10 сағат. 12 сағаттан 2 сағатты азайтсақ, дұрыс, болады 10 сағат. Мінекей, тексеріп көр. Сен де осылай шығардың деп ойлаймын. Келесі тапсырманы сен өзің орындап көресің. Суретін өзің саласың, жақсы ма? Оқып көрейік. Сен мектептен үйге сағат 3-те келдің. Ал сенің әпкең сенен 2 сағат кеш келді. Сен қай уақытта үйге келгеніңді сағат моделінде көрсет. Әпкенің қай уақытта үйге келгенін сағат моделінде көрсет. Яғни сен сағат 3-ті көрсетесің, және әпкең қай уақытта келгенін суретін салып, жазып, маған фотоға түсіріп жібере ғой, жақсы ма, Али? Келесі кездескенше сау бол.